Саламатсыздар ма құрметті оқушылар. Бүгін тағы да біз нағыз ұбытта келіп жатқан кейбір есептердің шешілу жолдарын талқылайтын боламыз. Бірінші есепті қарайтын болсақ, 0, 4, 5 сандарын қайталамай, ең үлкен сан мен ең кіші санның айырмасын табыңыз дейді. Яғни, осы үш цифраны қолданып, бір ең үлкен үш таңбалы, ең кішкентай үш таңбалы санын құрастырып, сол екеуін бір-бірінен азайтуымыз керек екен, иә. Енді ең үлкен сан құрауымыз үшін біздегі ең үлкен саннан бастауымыз керек болады, иә, санды. Так, мына жерден алайық. Так, яғни бізде ең үлкені бізде 5, иә. Яғни 5, одан кейін 4, одан кейін 0. Осылай кем ретімен жазамыз. Ал ең кішкентай санды құрау үшін кішісіне үлкеніне қарай, яғни өсу ретімен жазуымыз керек. Бірақ біз 0-ді біріншісіне қолданатын болсақ, ол мағынасы болмайтын екі таңбалы сан болып қалады. 0,45 болып, иә. Сондықтан біз 0-ден кейінгі кіші саннан бастаймыз. 4, сосын одан кейін кішкентай сан 0, 5, 405, иә, яғни. Ең үлкен санымыз 540-ымыз бізде ең үлкен сан болды. Ал 405-іміз біздегі 3 цифраны қолданғандағы ең кішкентай 3 таңбалы сан болды, иә. Енді осы екеуінің бір-бірінен айырмасын сұрап жатыр. Яғни 540-тан азайтамыз 405-ті. 5, мына жеріміз 3, мына жеріміз 100. Яғни біздегі максимумнан минимумды азайтатын болсақ, яғни ең үлкеннен ең кішісін азайтқан кезде екеуінің арасында айырмашылық 135-ке тең болады екен. Так, бұл түсінікті болса. Сыныпта 10 қыз, 12 ұл бала бар. 3 қыз, 8 ұлды лагерге қанша тәсілмен таңдап алуға болады дейді. Бұл да бізде комбинаторикаға байланысты есептер. Комбинаторикаға байланысты есеп болатын болса, бізде бұл 3-ке бөлінетін еді. Алмастыру, орналастыру, терулер деп. Бұл бізге терулерге жатады, өйткені бізде реттілік маңызды емес, біріншіден. Яғни алынып жатқанда оқушылардың реті бірінші болып мынау алынады, екінші болып мынау алынады деген сияқты. Маңызды болмағандықтан бұл терулерге жатады. Яғни 10 қыздың ішінен 3-еуін теріп аламыз. Неше тәсілмен теріп алуға болады? Немесе 12 ұлдың ішінен 8 ұлды неше тәсілмен шығаруға болады? Соны қарастыратын боламыз. Терулердің әрпі бізде с-мен белгіленеді. Формуласын жазып қояйық. Так, mn болатын болса, m факториал астында m азайту n факториал көбейту n факториал деген формуламыз бар еді. Терулер формуласы. Терулер. Комбинаториканың терулер формуласы. Қайталанбайтын формуласы. Яғни бір оқушыны 2-3 рет ала алмаймыз лагерьге. Бір оқушыны бір рет қана аламыз. Сондықтан осы формула түседі. Енді біз 10 қыздың ішінен 3-еуін теріп алайық. 10 факториал астында 10 азайту 3 факториал көбейту 3 факториал болады. Формула қоятын болсақ. Үстінде 10 факториал астында 10-дан 3 азайтсақ 7 факториал көбейтілген 3 факториал. 7-ге дейін қысарып. Факториал дегеніміз не? 1-ден 10-ға дейінгі сандардың көбейтіндісі деген. 7 факториал дегеніміз 1-ден 7-ге дейінгі сандардың көбейтіндісі. 7-ге дейін қысарып кететін болса, үстінде неше қалады? 8, 9, 10 қалады. Ал 3 факториал дегеніміз 1 көбейту 2 көбейту 3 деген. Так, 2 мен 8 қысқартайық. Мынау 1, мынау 4 болады бізде. 9 мен 3 қысқартайық. Мынау 1, мынау 3 болады. 4 жерде 3-іміз 12. 12-ні 10-ға көбейтсек 120. 10 қыздың ішінен 3 қыз таңдап алудың 120 тәсілі бар екен. Енді бізде 12 ұл бала бар. Олардың ішінен 8-ін таңдап алуымыз керек. Оның неше тәсілі бар екен, соны есептейміз. Үстінде 12 факториал, астында 12-ден 8 азайтсақ 4 факториал көбейтілген 8 факториалдың өзі. 8-ге дейін қысқартып жіберейік. 8-ге дейін қысқартсақ 9, 10, 11, 12 қалады үстінде. Ал астында 4 факториал. 4 факториал дегеніміз 2, 3, 4-ге дейін. 3 жерде 4-іміз 12, 12-мен қысқарып кетеді. 2 мен 5, 10-ны қысқартсақ, мынау 1, мынау 5-ке тең болады. Так, 9-ды 11-ге көбейтсек 99, 99-ды 5-ке көбейтсек
495 бола ма? 495. Енді бұл ұл балдарды таңдап алудың тәсілдер саны. Енді бізге жалпы 3 қыз 8 oldu. Енді осылардың әрқайсысын бір-біріне көбейтеміз. Яғни 120-ны көбейтеміз 495-ке. Көбейтетін болсақ, бізде болады 59.400 тәсіл болар екен. 59.400 тәсілмен лагерге 3 қыз 8 oldu таңдап алуға болады екен. Y плюс Z тең 58, Z плюс A тең 60, X плюс A тең 63, X плюс Y қанша екендігін табуымыз керек екен. Так, енді жазып алайық. Y плюс Z тең дейді 58-ге. Содан кейін Z плюс A тең дейді 60-ға. Сосын X плюс A тең екен 63-ке. Егер осылай болатын болса, бізге табу керек екен X плюс Y-ті, я? Нешеге тең екендігін. Енді ол үшін біз X пен Y-ті ғана қалдыруымыз керек. Енді біз мына беттен, мына теңдеуден біз A-ны тауып алайық. A-ны табу үшін мына X-ті мына бетке азайту өткіземіз. 63 минус X болады. Содан кейін біздің A-мыз 63 минус X-қа тең болғандықтан, бұны алып барып, мына жерге жаза аламыз. Мына A-ның орнына жаза аламыз. Так, жазайық. Бірінші Z плюс A деген, A-ның орнына біз 63 минус X жазамыз. 63 минус X тең нешеге? 60-ға, 60-ға теңестіреміз. Енді бұл жерден Z минус X-іміз тең болады 63 мына бетке минус өтетін болса, 60-дан 63 азайтсақ, минус 3 шығады. Бұл жерден Z-ті табуымыз үшін X минус X-іміз мына бетке плюс өтетін болса, X минус 3 болады, Z-іміз. Бұл жерден Z-ті тауып алдық. Енді мына жердегі Z-тің орнына апарып қойсақ болады осыны, X минус 3-ті. Сол кезде мына жерде Y-тің өзін жазайық. Y қосылған Z деген, Z. Ал біздің Z-іміз неге тең болды? X минус 3-ке тең болды. Тең болады ол да нешеге? 58-ге. 58-ге. Енді бұл жерден Y плюс X-тің өзін қалдыратын болсақ, мына минус 3 мына бетке плюс өтеді, плюс өтетін болса, мұнымыз тең болады 61-ге. Y плюс X дегеніміз бұл X плюс Y екеуі бір нәрсе, 61-ге тең. Яғни біздің жауабымыз 61-ге тең екен. Бақшаға көлденең қисық ағаш отырғызылған. Сол жалпы аумақтың қанша бөлігіне тең екендігін табу керек екен. Так, енді оны табуымыз үшін біз көріп тұрғанымыздай, мына бөлікке бізде не отырғызылған екен? Ағаштар отырғызылған. Осы отырғызылған ағаштың аумағы жалпы аумақтың қандай бөлігін құрайтынын табуымыз керек екен. Енді бізде тіктөртбұрыш берілген екен. Тіктөртбұрыш, жалпы ауданымыз. Оны 2-ге бөлген. Яғни 1-ді 2-ге бөлеміз. 1-ді бөлетін болсақ 2-ге бізде не шығады? 2-ден 1 шығады. Яғни жартысы. Сосын ол жартысын тағы да 2-ге бөлген. Мына ортасына кеп тұрғандықтан, мына 2 тең 2-ге бөлінеді. Сол кезде мынау жартысын тағы да 2-ге бөлеміз. Яғни 2-ден 1-ді тағы да бөлеміз 2-ге. Сол кезде не шығады? Уже 4-тен 1. 4-тен 1. Жалпы аумақтың 4-тен 1 бөлігіне ағаш отырғызылған екен. Неліктен екенін түсінікті ғой, жартысының жартысына егілген. Жартысының жартысы бізден 4-тен 1 деп аталады, немесе ширегіне деп атаймыз. Ширегіне бізде ағаш отырғызылған екен. Так, келесі есеп 32-ден 36, 43-ден 144-ке, 42-ден нешеге баратынын табуымыз керек екен. Енді оны табуымыз үшін бізде мына жерде заңдылық былай. 3-ті 2-ке көбейтеміз. 3 көбейту 2 тең болады бізде 6-ға. Сосын 6-ны квадраттаймыз. 6-ның квадраты 36. Түсіндік қой, 3-ті 2-ке көбейтеміз 6, 6-ның квадраты 36. Шықты, енді келесін тексеріп көрейік. 4 жердегі 3-іміз 12, 12-ның квадраты бізде болады 144.
144 шықты, иә? Дұрыс. Значит, осылай заңдылықпен берілетін болса, келесін табамыз. 4 жерде 2-міз бізде 8, 8-дің квадраты бізде болады 64. Яғни жауабымыз бізде 64 болады екен. Санжардың ақшасы қарлығаштың ақшасының 80%-ын құрайды. Қарлығаштың ақшасы Санжардың ақшасының қанша пайызын құрайды дейді. Енді бұны есептеуіміз үшін ең оңай тәсілі біз қарлығашқа өзіміз ақшасының мәнін беріп көрейік. 100 теңгесі бар деп алайық. Қарлығаштың бастапқыда 100 теңгесі бар. Бұл 100 деген 200 деп берсек те болады, 500 деп берсек те болады. Біз өзімізге ыңғайлы болу үшін 100 деп бердік, иә? Енді біз Санжардың ақшасын тауып көрейік. Санжардың ақшасы қарлығаштың ақшасының 80%-ын құрайды дейді. Енді 100 теңгеміз бізде не болады? 100 теңгеміз бізде болады 100% болса, енді оның 80%-ы Санжардың ақшасы екен, иә? X деп алайық. X табуымыз үшін астында 100, үстінде 100 көбейту 80 деп аламыз. Пропорцияны да еске түсіріп алайық, иә? Процентті. Сарып кетсе 80 теңге болар екен. Егер қарлығашта 100 теңге бар деп алатын болсақ, Санжардың ақшасы 80 теңгеге тең болады екен. Енді бізге айтады, қарлығаштың ақшасы Санжардың ақшасының қанша пайызын құрайды дейді. Оның табуымыз үшін біз енді 80 теңге, яғни Санжардың ақшасını 100% деп аламыз. Санжардың ақшасы 100% болатын болса, қарлығаштың ақшасы, яғни 100 теңгеміз неше пайыз деп аламыз. X-іміз тең болады сонда. Астында 80, үстінде 100 көбейту 100. 100 бен 80-ді қысқартайық. 20-ға қысқартсақ, мынау 4, мынау 5 болады. 100 бен 4-ті қысқартатын болсақ, мынау 1, мынау 25 болады. 25-ті 5-ке көбейтетін болсақ, 125%-ға тең болар екен. Қарлығаштың ақшасы Санжардың ақшасының 125%-ына тең болады екен. Қорапта 5 ақ, 7 қара, 8 сары түсті шарлар бар. Қараңғыда қорап ішінен бір шар алынды. Алынған шардың қара түсті болмау ықтималдығын табыңыз дейді. Енді көпшілік шатасатын осы жерде бір зат бар, негізі оқушыларда. Есепті толық оқымайды. Яғни түсініп оқымайды есепті. Мына ықтималдылық келді, ықтималдылық оңай деп тапқанымен, ертең күн жауабы қате болып шығады. Не үшін? Өйткені сұрақ дұрыс оқымағандықтан. Мына болмау деген сөзді дұрыстап оқуымыз керек. Болу ықтималдығы деген бар, болмау ықтималдығы деген бар. Болмау деген жерде болу тауып қоятын болсақ, ол мүлдем қате болады есебіміз. Сондықтан бірінші істеуіміз керек болған зат есепті дұрыстап түсініп оқып алуымыз керек. Қара түсті болмау ықтималы. Значит, қара болмайтын болатын болса, қарадан басқа түстердің барлығы болады деген сөз, иә? Негізі ықтималдық табу формасын жазып алайық. Ықтималдық табуымыз үшін қолайлы жағдайды бөлеміз барлық жағдайға. Қолайлы жағдай деген бізден сұралған жағдай, сұралған түс, сұралған түс. Ал барлық жағдай деген барлық берілген түстер саны. Енді ықтималдылығымыз сонда тең болады. Бізде барлық жағдай тауып алайық. 5 ақ, 7 қара, 8 сары. Яғни 5-ке 7-ні қоссақ 12, 12-ге 8-ді қоссақ 20 болады. Енді қара түсті болмау ықтималдығы дейді. Қараны қоспаймыз. Яғни 5-ке 8-ді қосамыз. 5-ке 8-ді қосатын болсақ 13 болады. Яғни қара түсті болмау ықтималдылығы 20-дан 13-ке тең екен. 42 сантиметрге тең текше берілген. Толық бетінің ауданын табыңыз дейді. Енді текше дегеніміз бізде куб, иә? Барлық қырлары бір-біріне тең фигураға айтамыз. Яғни мына 2 деп берілген екен біздің жағдайда. Яғни барлық қабырғалар 2-ке тең. Мынау да 2-ке тең, мынау да 2-ке тең, мынау да 2-ке тең, иә? Енді осының толық бетінің ауданын табуымыз керек. Толық бетінің ауданын табу үшін бір бетінің ауданын тауып аламыз. Біз бірінші еске түсіріп алайық. Кубта неше бет болады? Кубтың 6 беті болады. 6 беті болады. Немесе жақ деп келеді. Кейбір есептерде жақ. Бет, жақ дегеніміз мына бет болады. 6 беті бар. Бір бетін тауып алып, 6-ға көбейтеміз деген сөз емес пе? Бір беті бізде неге тең болады? Куб болғандықтан ол квадратқа тең болады. Квадрат. Яғни қабырғасы 2-ке тең квадрат. Квадраттың аудан табу формуласы қалай еді? А квадрат, яғни бір қабырғасының квадраты. 2-нің квадраты бізде болады 4. 4 болатын болса, осындай беттен бізде нешеу бар? 6-ау бар, иә?
толық бетінің ауданы тең болады бізде 4 көбейтілген 6. 4 дегеніміз бір квадраттың ауданы, яғни мына бір бетінің ауданы 4-ке тең болды. Осындайда бізден 6 бар деген сөз. 4 жерде 6-мыз 24 болар екен. Біздің жауабымыз 24. Кубтардың қырларының ұзындықтары келесідей заңдылықпен берілген болса, 5-ші орында тұратын кубтың толық бетінің ауданын табыңыз. Тура қазіргі есептегідей, заңдылығымыз қалай екен? Бірінші заңдылықтан анықтап алайық. Бірінші тұрғанда қабырғасы 1-ге тең екен, екінші тұрғандікі 2-ге тең екен, үшінші тұрған 3-ге тең екен. Ал бізге табу керек нені? 5-ші орында тұрған. Значит, 5-ші орында тұрғанның қабырғасы бізде неше тең болады? 5-ге тең болады. Енді толық бетінің ауданын табуымыз үшін бағана айттық біз. Бірінші бір бетінің ауданын тауып аламыз, яғни квадраттың ауданын тауып аламыз. 5-ге тең болатын болса, ол 5-тің квадраты болады. А квадрат деп айттық қой жаңа, 5-тің квадраты бізде 25. Енді толық бетінің ауданын табуымыз үшін осындай 25-тен бізде нешеуі бар? 6-ы бар, 6-ны 20 көбейтсек 120. Қосамыз 5 жерде 6-мыз 30. Қосатын болсақ 150. 150-ге тең екен, 150 квадрат сантиметрге тең. Толық бетінің ауданы. Сонымен бүгінгі есептеріміз бітті. Назарларыңызға рахмет. Алдағы ұбт-да жоғары балл жинап, өз армандарыңыздағы университеттеріңізге түсіп кетулеріңізге тілектеспін.